Ассалаумағалейкум. Айшықты ақпараттарды салмақты оймен сараптайтын ақшам телеарнасы өз жұмысын бастайды. Әуелі айтулы оқиғалардан андатпа. Сәтбаев қаласының әкімі Асқар Ыдырысов қала тұрғындарын жеке сұрақтары бойынша қабылдады. Шаңырағын шайқалмасын. Осындай атаумен қоғам қайраткері тіл жанашыры Оразкүл Асанғазы қызының тренингі өткізілді. Оқушылар арасында сапта жүріп ән айту сайысы ұйымдастырылды. Ауғанстан асуында от кешкендер. Орталықтандырылған кітапхана жүйесінде интернационалист жауынгерлермен кездесу өтті. Қарағандыда аймақтың экологиясын жақсартудың кешенді жоспары ұсынылды. Кеше Нұр Отан партиясының Сәтбаев қалалық филиалының қабырғасында халықпен есепті кездесу қарсаңында қала басшысы Асқар Ыдырысов тұрғындарды жеке мәселелер бойынша қабылдады. Толығырақ әріптесін тарқатады. Қала басшысының халықпен есептік кездесуі қарсаңында өткен қоғамдық қабылдауға барлығы 18 азамат келіп, өздерін толғандырған сауалдарға нақты жауаптар алды. Қабылдауға келіп түскен өтініштердің көбісі қоғамдық маңызы бар мәселелер. Олардың басым бөлігі баспана мәселесіне қатысты болса, қалғаны әлеуметтік көмек көрсету мен өзге де мәселелер төңірегіндегі сауалдар. Медведь қашан мәселесі болады? Неше бөлмелі сіздікі? 3 бөлме. 3 бөлмелі. Квадратурасы қанша? 56. Ана салынған үйлерде бізде 5-ші этажда ғана отыр. 3 бөлмелі пәтерлер. Басқа этажда жоқ. Болса берілдік. Солай болып тұр қазір. Онда күту керек. Өз өтініштерінде тұрғындар қоныс аудару, мемлекеттік қордан тұрғын үй алу, атаулы әлеуметтік көмек алу, пәтерлерді жекешелендіру, шатырларды жөндеу және бизнес ашу мәселелерін қозғады. Тұрғын үй алу мәселесі бойынша жүгінген азаматшаның бірі жалғызбасты ана Гүлнар. Ол пәтер кезегінде тұрғанына 10 жылдан асып кеткен. Қазір 16-шы кезекте тұр. Қала басшысы тұрғынға жаңа баспананың кілті келесі жылы беріледі деп уәде етті. Қазір 16, мынан 16 болып тұрсыз ғой да, 13 кетеді, 13 кетеді. Сіздің алдыңыздағы 13 адам кетеді. Сонда сіз 3-ші болып келесі жылда боласыз. Сонда келесі жыл аласыз. Қала басшысы Асқар Абылайұлы қабылдауға жүгінген барлық тұрғындардың өтініштері мен ұсыныстарын мұқият тыңдап, тиісті бөлім басшыларына қолданыстағы заңнама аясында әкімдік құзыретіне кіретін мәселелерді шешуге көмек көрсетуді тапсырды. Айта кетейік, бұл сұрақтар шешімін таппайынша қала басшысының бақылауында болатын болады. Диана Абдықалықова, Елдар Әлімжанов, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Кеше Бағдәулет мейрамханасының төрінде қоғам қайраткері тіл жанашыры отбасы бірлігін насихаттаушы Парасат құрмет ордендерінің иегері Оразкүл Асанғазы қызы Сәтбаевтық аналар үшін тренинг өткізіп, отбасылық құндылықтар жайында әңгіме өрбітті. Сәтбаев қаласы ішкі саясат бөлімі және Қазақстан халқының рухани қоғамдық және ұлтаралық келісім орталығы бірлесіп бақыт ұясы жобасы аясында отбасылық құндылықтарды насихаттауға арналған тренинг ұйымдастырды. Кездесуде жар таңдау, ене мен келіннің сыйластығы, ата-ана мен баланың қарым-қатынасы, бала тәрбиесі сынды қазіргі таңда өзектілігін жоймай отырған тақырыптар әңгіме өзегіне айналды. Қоғам қайраткері, тіл жанашыры, отбасы бірлігін насихаттаушы Парасат және құрмет ордендерінің иегері Оразкүл Асанғазы қызы ұйымдастырушылардың арнайы шақыртуымен кездесудің қадірлі қонағы болды. Кешті ашып берген Сәтбаев қаласы әкімінің орынбасары Айгүл Төлендина шақыртуды қабыл алған қадірлі мейманға алғысын білдірді. Тіліміздің мәңгілігін, рухымыздың биіктігін үлкен мінбелерден көтеріп жүрген қазағымыздың қайсар қызы. Оразкүл Асанғазы қызы, сізге үлкен алғысымызды айтып, осындай жиындарымыз көбірек болсын, осындай біздің қаламызға келіп, бізден аларымыз көп деп ойлаймын. Ерекше кездесудің басты кейіпкері Оразкүл Асанғазы қызы өз кезегінде сөз алып тағылымды әңгімелерімен бөлісті. Өз сөзін айналайындарым деп бастаған қоғам қайраткері бүгінде қоғамның өзекті мәселесіне айналған ажырасу жайы мен отбасы құндылықтарын айтып, қатысушыларға ерекше әсер етті. Біз қазақ деген ұлы халық едік. Ұлы далада я түрмесі болмаған,
я қарттар үйі болмаған, я балалар үйі болмаған. Ажырасу деген тіпті бір Алланың бұйрығымен болмаса, оның өзінде де егерде жесір қалса, әмеңгерлікті ойлап тапқан халық еді. Қазір әртүрлі ақпараттар, жақсы ақпарат, жаман ақпарат, осындай бір уақыт болды. Ажырасу деген түк болмай қалды. Оның ортасында жылап еңіреп ұл мен қыз перзент қалып жатыр. Сондықтан баяғы құндылығымызға қайтайық. Шаңырақ көтергеніне көп уақыт өтпесе де арасын үзіп ажырасып жатқандардың саны артып келеді. Өзгені айтпай-ақ, Сәтпаев қаласында 2019 жылдың өзінде 593 отбасы шаңырақ көтерсе, соның 263-і ажырасқан екен. Ұлтының болашағына алаңдайтын Оразкүл Асанғазықызы бұл мәселенің шешу жолында айтып, әйелдер қауымының өздерін өзгертуге, ойларын өзгертуге бағыт-бағдар беріп, соның арқасында шаңырақтың шайқалмауына әрекет жасау керектігін тілге тиек етті. Дүниені өзгерттің келсе, әуелі өзің өзгер дейді. Келіндер енеңді, атаңды өзгеріп басыңды қатырма, күйеуіңді өзгер. Өзің өзгер. Күйеуің жақсы көр, енең жақсы көр, атаң жақсы көр, олар сені жақсы көреді. Ал үндіні тарап кеткен, жұрт басып алған үндіні көтерген Махатма Ганди айтады. Адам өз ойының жемісі дейді. Яғни біздің жетістігіміз де, біздің кемшілігіміз де, біздің өз ойымыздың жемісі. Осылайша өмірлік тәжірибелерімен бөліскен тіл жанашыры бойыңды тулататын әсерлі әңгімелерімен бөлісті. Жүздесуде отбасылық құндылықтардан бөлек тіл мәселесі мен тарих және ұлттың болашағы да тереңінен талқыланды. Алтынгүл Төлегенова, Елдар Әлімжанов, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Бүгін номер 27-ші жалпы орта білім беретін мектебінде қалалық сапта жүріп ән айту сайысы өтті. Патриоттық іс-шара кеңес әскерлерінің Ауғанстан жерінен шығарылғанына 31 жыл толуына арналды. Тақырыпты әріптесім Диана Әбдіқалықова толықтырсын. 15 ақпан кеңес әскерлерінің Ауғанстан жерінен шығарылғанына 31 жыл толуына орай қаламыздың мектеп оқушылары сап түзеді. Айтулы күн қарсаңында оқушылар арасында қалалық сапта жүріп ән айту сайысы ұйымдастырылып, жігерлі жастардың алғашқы әскери дайындығы пысықталды. Патриоттық шара ауған жерінде хабарсыз кеткен және осы ұрыста қайтыс болған азаматтарды 1 минут үнсіздікпен еске алумен басталды. Шараның құрметті қонақтарының арасында ауған соғысына қатысып, өздерінің азаматтық борыштарын өтеп келген, қасіретті соғыстың қиыншылығын көрген азаматтар да болды. Іс-шарада алғашқы болып Сәтпаев қалалық білім бөлімінің басшысы Берік Ақышбеков сөз сөйлеп, барша жиналған қауымды мерекемен құттықтап, ел іргесінің берік болуын тіледі. Негізгі мынау әскери патриоттық тәрбие ол мектептің тәрбие жұмысындағы ең басты міндеттердің бірі. Сондықтан да бұл сайыста тек қана мықтап жеңіске жетсін деген тілегім бар. Сондай-ақ жас патриоттардың басын біріктірген шара барысында болашақ отан қорғаушыларына алғашқы әскери есепке алу құжаты, алдағы уақытта әскери болуға мүмкіндік беретін тіркеу куәліктері табыс етілді. Сапта жүріп ән айту сайысына қала мектептерінің оқушыларынан құралған 12 команда қатысты. Әділқазылар алқасы қатысушылардың саптағы қозғалыс пен мерекелік маршта жүріп өту деңгейін, сондай-ақ әнді арнайы киім, командир бұйрығына бағыну, сапқа тұру, салтанатты марш арқылы толықтыруларына аса назар аударды. Ал жас сарбаздар саптық қимылдарды асқан сақтықпен орындап, әскери дайындықтарын және өз елінің патриотты ұл қыздары екендігін іс жүзінде көрсете білді. Бір қатарда, екі қатарға солға, артқа бұрыл, екі қатарда, бір қатарға
Абдықылықова, Нұржігіт Айтмұхамбетов, арнайы ақшам жаңалықтары үшін. Бұйыл кеңес әскерлерінің ауған жерінен шығарылғанына 31 жыл. Айтулы күнге орай орталықтандырылған кітапхана жүйесінде Ауғанстан асуында от кешкендер атты интернационалист жауынгерлермен кездесу кеші өтті. Патриоттық тәрбиеге бағытталған кеш жайын толығырақ әріптесім жалғастырсын. Ақпанда кеңес әскерлерінің Ауғанстан жерінен шығарылғанына 31 жыл толады. Бұл айтулы тарихи күнге орай орталықтандырылған кітапхана қызметкерлері Қазақмыс корпорациясы технологиялық колледждің студенттері мен Абай атындағы номер 4 мектеп лицейінің оқушыларының басын қосып, интернационалист жауынгерлердің бірқатарын, яғни Төремұрат Байжанов және Ертай Жангелдиевті қонаққа шақырды. Мақсат жастарға ауған соғыс жайлы толық мәлімет беру, ардагер ағалармен ашық әңгімелесу, өз отанына шексіз берілген патриоттық рухы жоғары, қайсар жауынгер ағалардың ерлігін үлгету. Жат жерде жау оғынан кейбір боздақтар қыршыннан қиылып, қорғасын оқтың құрбандығы болса, елге аман-есен оралғандардың да 12 мүшесі сау емес. Майданнан аман оралғандар бейбіт өмірге белсене араласуда. Отан алдындағы интернационалдық борышын өтеген ағаларымыз кездесу барысында сол кездегі соғыс отының қалай өрбігендігі туралы әңгімелеп берді. Пржевальск қаласы Киргизиядан Атарға учебкада болдым. Учебкада жаңа шай спорт рота дейтін сол спорт ротада болып, сентябрь айында Афганистанға жіберілдім. Ол жаңағы аяқ астынан 20 өзім наводчик оператор БМП дейді. Жастар БМП дейді. Боевая машина приходит. Сол наводчик оператор нысаншысы болдым. Сол кешке жинатты, 20 наводчик, 20 механик деп тұрғызды. 2 сағат уақыт береміз деп, 6-та кетті. Сол через Таджикистан вертолетпен барған жерден түстім. Еске қалап деген сол ең бірінші барған көрді. Мынау Афганистан деп бәріміз қарап отыр жақ. Бірақ өзіміз Таджикстанда болғаннан кейін ол таулы жерді білеміз де. Ауған соғысы ардагерлерінің айтуынша патриоттық рухты көтеретін мұндай шаралар өте қажет, әсіресе қазіргі жастарға. Қалалық кітапханашылардың бастамасы арқасында мұндай кездесулер мен әңгімелер жүйелі түрде өткізіліп тұратыны қуантады. Әркімнің міндеті соғысты еске түсіру ғана емес, оның қайталанбауы үшін қолдан келгеннің бәрін жасау. Жалпы ауған соғысының Қазақстанға әкелген адам шығыны мен зардабы аз емес. Сол соғыс даласында Қазақстан 924 боздағынан айырылды. Алтынгүл Төлегенова, Елдар Әлімжанов, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Жақында Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалану реттеу басқармасы біздің аймақтың экологиясын жақсарту жоспарын ұсынды. Өзекті мәселені жан-жақты шешу жолдары келесі топтамада. Соңғы 5 жылдағы оң динамикаға қарамастан экологиялық мәселе біздің облыста әлі де өзектілігін жойған емес. Осыған байланысты жақында Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының басшысы Руслан Төлепбаев қоршаған ортаны жақсартудың кешенді жоспарын көпшілік назарына ұсынған болатын. Кешенді жоспар аясында өнеркәсіп кәсіпорындарының табиғатты қорғау шаралары қарастырылған. Олар шығарындыларды азайтуға бағытталған. Сондай-ақ қалдықтарды басқару, су ресурстарын қорғау бойынша шаралар ескерілген. Кешенді жоспарда облыстың ірі қараларының дендрологиялық жоспарын әзірлеу көзделген. Жыл сайын оларға 20 мың ағаш пен бұта отырғызылады. Бұдан басқа Қарағанды, Теміртау, Балхаш және Жезқазған қалаларының шығындыларының жиынтық томын әзірлеу қолға алынуда. Сарапшылардың айтуынша бұл құжаттар қоршаған ортаға әсер ететін жаңа нысандардың құрылысын жоспарлау кезде қолданатын алғашқы нүкте болмақ. Кешенді жоспарлардың тағы бір маңызды тармағы атмосфералық ауаның жағдайын бақылау. Ол үшін Қарағанды, Теміртау, Балхаш және Жезқазғанда 10 газ талдағыш жұмыс істеді. Мамандардың ақпаратына сүйенсек, ағымдағы жылы біздің облысқа осындай тағы да 10 газ талдағыштар орнатылмақ. Бұл ауа ластануының жай-күйін онлайн режимде қадағалауға және уақытылы басқару шешімдерін қабылдауға мүмкіндік бермек. Алтынгүл Төлегенова, Виталий Абрежа, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Бүгінге айтарымыз осы, ұлттық санамыз жаңғырып, елдігіміз жасай берсін мәңгілік. Аман сау болыңыздар.